Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 6 класс. Сабақтың тақырыбы Шыңғыс Айтматов, халық жазушысы. Ойшыл гуманист, данагөй, социалистік еңбек ері, КСРО мемлекеттік сыйлығының 3 мәрте иегері және Лениндік сыйлықтың лауреаты, қоғам және мемлекет қайраткері, қырғыз елінің жанданы, прозаның жауһары, әлем әдебиетінің классигі, адамзаттың Айтматовына айналған жазушы Шыңғыс Төреқұлұлы Айтматов жайында сөз етеміз. Шыңғыс Айтматов шығармашылығы шыққан жері Қырғыз Алатау асқарынан асып, төбе бір қарға тамырлып бүкіл түркі халықтарының ортақ мәдениетінің бұлақ көзіне айналды. Өз заманының әдебиеті мен өнеріне өзіндік бояу бедерімен үлкен серпіліс алып келді. Кеңестік дәуірдің елеңсесін езген жеке басқа табынудың зардаптары ашылып, одан арылу процесі басталған кезде қызықты әңгіме, повестер мен оқырмандарын елең еткізген жазушының көтерген тақырыбы мен кейіпкерлер әлемі сан алуан болады. Адамдар арасындағы қарым-қатынастардың рухани биіктігіне, қалыптасқан этикалық нормалардың бұзылмауына азаматтық үн қосқан суреткердің қайсы бір шығармасы болмасын, әлеуметтік өмірдің өзекті мәселелерін қозғап, оқырмандар арасында қызу пікірталасын тудырып отырды. Шыңғыс Айтматовтың бүкіл шығармашылығы мен өмірі бастан аяқ қазақ халқымен тығыз байланысты болды. Жазушының өзі де қазақ ауылымен іргелес қоныстас жерде туып өскен. Әкесі Төреқұлды Тұрар Рысқұлов қолына жетектеп жүріп, Ташкентке оқуға түсірген. Сонау Жәмилядан бастап, әлемге танымал Қошбол Гүлсары, Ақ кеме, ғасырдан да ұзақ күн, Жан пида сияқты барлық шығармаларындағы көркем образдарының рухы мен мінезі қырғыздан гөрі қазаққа өте жақын еді. Жазушының Жан пида романы кезінде қалың қазақ оқырманы жақсы қабылдағаны белгілі. Роман қасқырлар тіршілігі арқылы табиғат пен адам баласы арасындағы күрделі қарым-қатынасты биік адамгершілік деңгейде көтерумен де терең ой салады. Адамнан айлас асқан қасқырлар нағыз қазақ пен қырғыздың байырғы саф мінезін сақтағандай. Өмір сүруге деген құлшынысты арттыратын бұл шығарманы орыс тілінен аударған Шерхан Мұртаза болатын. Ал Шыңғыс Айтматов пен қазақтың қайсар ақыны Мұхтар Жақанов арасындағы шынайы достыққа барша жұрт қызығып, әлем тамсанды. Екеуі бірге құз басындағы аңшының зары, ғасыр айырығындағы сырласып атты ессе кітап жазған болатын. Тіпті Мұхтар Жақанов бір сөзінде мен үшін Шыңғыс Айтматовтан айырылу анам мен әкемнің қазасынан да ауыр болды деген болатын. Осыдан ақ қос ұлттың мақтанышlarының достығы болаттай берік болғанын аңғаруға болады. Екі халық достассын, қазақ менен қырғыздай, екі жігіт достассын, Мұхтар менен Шыңғыздай деген өлең шумақтарын қырғыз елі кеңінен қолданады. Сонымен қатар Шыңғыс Айтматов шығармалары арқылы театр өнерінде жаңа леппен жандандырып, бұл өнерге де өшпес қолтаңбасын қалдырған болатын. Оның 20-дан астам шығармасы экрандалып, басқа да көптеген шығармалары сахнада ойналды. Биыл жазушының 90 жылдығы тмд көлемінде кеңінен тойлануда. Жаңа тақырып бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Шыңғыс Айтматов туралы не білесің? Оның қандай шығармаларын білесің? Шыңғыс Айтматов қай елдің жазушысы? Мәтінмен жұмыс. Мәтін алдында жаңа сөздермен танысамыз. Жаңа сөздер: тағдыр, судьба, супруг, түңілмейді, не разочаровывается,
адамзат человечество, асыраушысы кормилец, жинақталған бейне собирательный образ, құдіретті священный, таусылу иссякать, истощаться, келтір ввести, придать. Шыңғыс Төреқұлұлы Айтматов қырғыз халқының ұлы жазушысы. Ол 1928 жылы туған. Қазақ жазушысы Мұхтар Әуезов Орта Азия мен Қазақстанда Шыңғысқа тең келер қаламгер жоқ. Шыңғыс қазақ, қырғыз халықтарының ортақ перзенті деген еді. Шыңғыс Айтматовтың балалық шағы Ұлы Отан соғысы кезінде өтті. Сондықтан ол шығармаларында ауыл өмірін, қарапайым еңбек адамдарының соғыс кезіндегі, соғыстан кейінгі өмірін суреттеген. Шыңғыс Айтматовтың шығармалары әлемнің 100-ден астам тіліне аударылған. Жазушы «Ана жер ана» повесінде Ұлы Отан соғысы кезіндегі қиындықты баяндайды. Онда бір отбасының өмірі суреттеледі. Негізгі кейіпкері Толғанай. Оның жұбайы мен 3 ұлы соғыста қаза табады. Одан кейін келіні қайтыс болады. Толғанай жалғыз қалады. Бірақ өмірден түңілмейді. Толғанай өзінің қуанышы мен қайғысын жер анаға айтады. Себебі жер барша адамзаттың анасы, асыраушысы. Жер ана Толғанайға таусылмайтын күш-жігер береді. Толғанай соғыс кезіндегі қиындық көрген аналардың жиынтық бейнесі. Толғанай аналардың көрген қайғы қасіретін барлық адамзатқа айтқысы келеді. Жазушы Толғанай образы арқылы қарапайым адамдардың қажыр қайратын, ерлігін бейнелейді. Қайғы қасіреттен түңілмеген ана бейнесі арқылы жазушы өмірдің жалғаса беретінін көрсетеді. Балалар мәтін бойынша берілген тапсырмаларды орындаймыз. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап беріңіз. Қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезов Шыңғыс Айтматов туралы не деген еді? Шыңғыс Айтматовтың балалық шағы қай кезде өтті? Қаламгер шығармаларында нені суреттеген? Ана жер ана повесінде не туралы баяндайды? Повестің негізгі кейіпкері кім? Дұрыс-бұрыс. Ақпарат. Бірінші. Шыңғыс Төреқұлұлы Айтматов қазақ халқының ұлы жазушысы. Екінші ақпарат. Шыңғыс Айтматовтың балалық шағы Ұлы Отан соғысы кезінде өтті. Үшінші ақпарат. Шыңғыс Айтматовтың шығармалары қазақ және орыс тілдеріне аударылған. Төртінші ақпарат. Ана жер ана повесінің негізгі кейіпкері Толғанай. Бесінші ақпарат. Толғанай соғыс кезінде қиындық көрген аналардың жиынтық бейнесі. Өзіңді тексер. Келесі тапсырма. Көп нүктені орнына қажетті сөзді жазыңыз. Қажетті сөздер: тағдыры судьба, кейіпкері герой, адамзаттың человечество, қайғысын горе, жұбайы супруг, түңілмейді не разочаровалась, жиынтық бейнесі собирательный образ, ерлігін мужество, қиындықты трудности.
тексеріңіз. Енді сабағымызды қорытындылаймыз. Рефлексия. 3-2-1 критерийі бойынша. 3 маңызды ақпарат, 2 қиындық келтірген ақпарат, 1 тапсырмадағы ұнаған бір мәселе. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.